Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен осындай дөңгелек хит болып жүрген дәмді чак-чактың рецептісімен бөлісемін. Каналыма әлде тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Одан соң үстінен 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаларымыздың көлемі үлкен болса, онда 300 грамм ұн саламыз, ал жұмыртқаларымыздың көлемі кішірек болса, онда 250 грамм ұн саламыз. Бірінші шанышқымен жақсылап араластырып алғаннан кейін, шанышқымызды алып, қолымызбен жақсылап қолға жабыспайтындай етіп, қамыр иіреміз. Мінекей қамырымыз дайын, бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Қамырларымыз жарты сағат өткеннен кейін осылай 3 бөлікке бөліп, бір-бірлеп жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді жарты бөлігін алып, жарты бөлігін дәл видеодағыдай осылай жұқа етіп кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, чак-чактар өте сондай әдемі болып шығады. Қамырлар бір-біріне бірігіп қалған жағдайда қолыңызбен ашып жіберіңіз, және де осындай қағаз майлыққа жайып қойыңыз. Мен чак-чактарды біріктіру үшін 3 желания сгущенкасын пайдаландым. Ал енді қызып тұрған майға чак-чактарымызды салып пісіріп аламыз. Чак-чактарымыз тез сарғайып кетеді, сондықтан да мұқият қарап тұрып, сап-сары болғанда дереу алған дұрыс. Мінекей осындай сап-сары болып шығады. Ал енді қазанымыздың астын орташа отқа қойып, піскен чак-чактарымызды үстінен салып, оның үстінен сгущенканы құйып, 3-4 минуттай осылай видеодағыдай қозғап тұрамыз. Бұл процесс біздің чак-чактарымыздың жақсы бірігуіне көмектеседі. Кесеге мұздай су құйып, осылай қолғап киіп, қолымызды батырып аламыз. Өйткені чак-чактар өте жабысқақ, қолымызға жабысып қалады. Әр чак-чакты осылай дөңгелек етіп жасап болған сайын, келесі чак-чакты жасар кезде қолымызды мұздай суға батырып аламыз. Чак-чактарымыз үгітіліп кетпеу үшін осылай қолымызбен қайта-қайта жақсылап біріктіріп аламыз. Чак-чактарымыздың арасына мүйіз араластырсақ та болады, немесе бетіне мак сеуіп қойсаңыздар да болады. Әрине, ол өз қалауларыңыз бойынша. Чак-чактарымыз дайын болғаннан кейін 2 немесе 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей дастарханда өте көзге ерекше болып көрінетін дәмді шар тәріздес чак-чагымыз дайын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Алдағы уақытта бұдан да дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.